жылдамдық мектепте негізінде жылдамдықтың бір ғана несін үйретеді, анықтамасын. Яғни жылдамдық дегеніміз орын ауыстырудың өзгеру тездігі. Векторлық шама, енді векторлық шама екенін бәріміз білеміз, бірақ өзгеру тездігі дегеніміз не? Өзгеру тездігі дегеніміз ол уақыт өткен сайын ол жылдам өзгереді. Мысалы орын ауыстыру. Орын ауыстыру дегеніміз ол мысалы метрмен өлшенетін ұғым. 100 метр, 200 метр деген сияқты. Сен жүріп бара жатсың. Мысалы сенің жылдамдығың 5 метр секунд болсын. 5 метр секунд емес, мысалы 1 метр секунд. Яғни сен 1 секундта 1 метр жүріп жатсың деген сөз. Яғни 1 секундта 1 метр сенің орның өзгереді деген сөз. Өзгеру деген сол. Ал егер сенің жылдамдығың артса, мысалы 5 метр секунд болсын, онда 1 секундта сенікі 5 метр өзгереді. Сонда өзгеру тездігін анықтайды екен бұл. Және өзгеру тездігі дегеннің өзінің белгіленуі бар. Яғни өзгеру тездігі дегеніміз дельта бөлінген дельта т. Міне, негізінде өзгеру тездіктің белгіленуі осы, яғни астында т болады. Сонда ережеге сәйкес жазып көрейік. Жылдамдық дегеніміз, менің белгілеуімде жылдамдық осындай. Орын ауыстырудың, яғни орын ауыстырудың өзгеру тездігі. Міне формула осыдан шығады. Бұл векторлық шама болғандықтан мен үстіне вектор қоямын. Міне толық формула осы. Ал негізінде есепте былай қолдана береміз. В тең S бөлу Т деп. Түсінікті ғой. Бірақ нақты формасы осы. Жылдамдықтың формасы дегенде осыны көрсетеміз. Дельта S бөлінген дельта Т. Дельта деген не екенін түсінбей жатсаңыздар айтайын. Дельта дегеніміз ол айырым. Айырым дегеніміз мысалы басында қай нүктеде болды, мысалы 10 метрде болса, соңында 15 метрге барды. Яғни қанша метр жүрді деген сөз? 10-нан 15-ке дейін 5-ақ метр жүрді. Сонда айырым дегеніміз 15-тен 10-да аламыз. Бірақ көбінесе S пен Т-да айырым қатты керек емес болады. Яғни мысалы айырым керек емес, тек қана S беріп қояды, саған 100 метр деп, мысалы Т бізде 5 секунд болсын, онда бір-біріне бөлеміз қанша болады? 20 метр секунд болады. Яғни модуль тек қана анықтамада ғана болады, ал негізінде S бөлінген Т болып қолданыла береді. Сонда бұл жерде мен өшіріп тастайын, керек нәрселер мынау, бұл өзгеру тездігі. Неге бұны мен бөлек қылып көрсетіп жатырмын? Себебі өзгеру тездігі физиканың соңына дейін керек болады. Физиканың соңына дейін керек болады. Мысалы мынаның орнына мынау дельта, бізде мысалы дельта бөлінген дельта Т ғой. Біз бұның орнына S емес, енді мысалы Q-ді қойып көрейік. Q-дің Т-ға қатынасы бізге не береді? I-ді береді. Мысалы дельта А-ны қойып көрейік. А-ның Т-ға қатынасы не береді? N береді. Яғни N дегеніміз ол қуат, немесе бит деп белгілеуге болады. П деп. Түсіндік қой. Сонда өзгеру тездігі өте көп физикада негізінде. Соның ең біріншісі бізде жылдамдық. Жалпы жылдамдық формасы S бөлу Т. Сонымен бұл классикалық формула, яғни физикадағы нақты өтетін формула. Ал енді жылдамдықтың екінші бір ережесі бар. Ол дегеніміз орын ауыстырудан, яғни S-тен алынған бірінші ретті туынды. Сонда сен жылдамдықты былай тапсаң болады. Жылдамдық тең орын ауыстырудан туындаламыз. Сонда сен орын ауыстырудың теңдеуінен туындалсаң жылдамдық шығады. Бұл қандай жағдайда қолданылады бұл формула? Тек теңдеумен берілген есептерде қолданылады. Мысалы, x тең 5 плюс 12 Т деген қозғалыс болсын. X бұл жерде қозғалыс. Қараңдар, S деген бізде орын ауыстыру ғой. Мысалы, S тең 10 метр жүрді десе, біз S деп белгілейміз. Ал егер ол жүру, яғни қозғалыс бізде теңдеумен берілсе, онда ол X болады. Түсіндік қой? Яғни екеуі бір мағына деген сөз ғой. Бізде жолдың теңдеуі берілген 5 плюс 12 Т деп. Енді бізге сұрайды. Жарайды, Y-ті де берейікші. Y координата бойынша 6 плюс 5 Т болсын. Екі координатада қозғалыстың теңдеуі берілген. Бізге тап дейді жылдамдықты. Ең бірінші, X-тен туынды алу арқылы біз Vx табамыз. 5 плюс 12 Т. Туындалсақ, бізде 12 қалады. Ал Vy біз Y-тен табамыз. 6 плюс 5 Т. Туындалатын болсақ, 5 қалады.
Ал v-ның өзі қандай болады? V-ның өзі бізде vx квадрат плюс vy квадрат түбірасында. Неге бұндай Пифагор теоремасын қолданамын? Себебі мынандай. Координаталық осьте y пен x пен y бір-біріне 90 градус. Сондықтан да мен Пифагор теоремасын қолдана беремін. Сонда x-тің теңдеуінен менде vx шығады, туынды алсам, ал y-тің теңдеуінен vy шығады. Мен екеуін квадраттап қосып түбірасын алсам, 13 деген жауап шығады. Сонда жауап менде 13. Кейде мынандай есептер болады. Жай ғана s-тің теңдеуін беріп қояды. Мысалы, минус 20 плюс 10t плюс 3t квадрат. Осыдан туынды алсам, не шығады менде? Жылдамдық шыға салады екен, болды. Сонда x пен y берілсе, бізде vx, vy деп осылай табамыз. Ал жай ғана s берілсе, онда v-ны біз туынды арқылы табамыз. Сонда бізде v қаншаға тең болады? 10 плюс, мен бүйтіп қоя салайын. 10 плюс 6t болады, но 2 алдына түседі ғой туынды болған кезде. Туындыны білмейтіндер болса, онда кестесін жаттап алу керексіңдер. Негізінде бұл жерде туындының 3 жақ формуласын қолданамыз. Егер сан болса, оның туындысы 0 болады. Егер сан және жанында әріп тұрса, онда санның өзі болады. Ал егер 5, мысалы t-ның 2 дәрежесі болса, дәреже санға көбейтіледі. Дәрежесі 1-ге азайтылады. Сонда t-ның 1 дәрежесі. Бірақ біз t-ның 1 дәрежесі деп жазбаймыз ғой. Сондықтан 10 t болып қалады екен. Түсінікті ғой. Туындыны білмегендер қайталап алсын. Сонымен жылдамдықтың біз екі формасын өттік. Бірінші формула v тең s бөлу t, оны бәріміз білеміз. Тек ережесін жаттап алайық. Себебі ұбт-да ережесі де келуі мүмкін. Жылдамдық дегеніміз орын ауыстырудан алынған орын ауыстырудың өзгеру тездігі. Және ол қандай шама? Векторлық шама. Неге мен векторлық шама деп жеке көрсетемін? Себебі мынандай сұрақта келеді. Берілген шамалардан векторлық шамаларды тап дейді. Сонда сен уже екі векторлық шама білесің. Біреуі орын ауыстыру. Біз алдында айтып кеткенбіз, орын ауыстыру векторлық шама деп. Екінші векторлық шама ол қандай? Жылдамдық. Және жылдамдықтың екінші формуласын біз өттік. Яғни s-тен туынды алсақ, жылдамдық шығады екен. Ал егер керісінше болса ше. Мысалы, саған жылдамдықты беріп қояды, мысалы 5 плюс 6t деп. Осыдан сен s тап дейді. Онда туындыға қарсы амал бар. Ол не? Ол интеграл. Сонда қараңдар, s-тен туынды алсақ v, ал v-дан интеграл алсақ dv болады. V ғой. V-дан интеграл алсақ s қайттан шығады екен. Туынды деген оған қарама-қарсы интеграл. Интегралға қарама-қарсы туынды. Түсінді ғой. Сонда s-тен туынды алсаң v, v-дан интеграл алсаң, яғни қайттан s-ке қайтады деген сөз. Түсінді ғой. Енді осының интегралын тауып көрейік. Интеграл 5 плюс 6t dt. dt деген ештеңені білдірмейді. Просто ол интегралдың жазылуы осындай. Яғни мына жақта t болса dt болады, x болса dx болады, y болса dy болады. Түсінді ғой. Сонда енді интегралдыққа керісінше. Қараңдар, мына жерде 5t еді, ол 5-ке айналды. Ал енді 5 қайтадан неге айналады? 5t-ға айналады. Ал енді интеграл жасақ. Бұл жерде мынандай формула бар. 6 t-ның дәрежесі 1-ге артады, яғни квадрат болады. Бөлінеді сол квадраттың өзіне. Яғни дәрежесіне қайта бөледі. Сонда қысқартсақ 5t плюс 3t квадрат. Енді есептерде кім туынды және интегралда қиналып жатса, онда мектеп кітабын қайталап шығу керек. Ал физикалық формулалардан қиналып жатса, маған жазу керек. Сонымен біз жылдамдықтың екі түрін өттік. Біреу классикалық түрі, екіншісі жолдан туынды алсақ жылдамдық шығады. Ал жылдамдықтан интеграл алсақ қайтадан жол шығады. Келесі үдеу. Үдеу дегеніміз так, мына жерде жазылмай қалды ғой. Үдеу жылдамдық векторының өзгеру тездігі. Сонда қараңдар, үдеу ненің өзгеру тездігі? Жылдамдықтың өзгеру тездігі.
Міне формула осындай. Мен өлшем бірлігін жазып ұмытып кеттім ғой. Жылдамдықтың өлшем бірлігі, яғни өлшемі метр секунд. Мен тік жақшаны жазып қойдым. Метр секунд. Метр бөлу секунд. Ал үдеудікі метр бөлінген секунд квадрат. Түсініп қой. Ол да векторлық шама. Сонда үдеу сендерде үшеуі болды. Векторлық шама сендерде үшеуі болды. Жол, орын ауыстыру, үдеу, жылдамдық. Ал жол бізде скаляр. Түсініп қой. Векторлық шама бізде үшеу. Орын ауыстыру, үдеу, жылдамдық. Ал скаляр шама біреу. Жол. Біздің өткен шамалардың ішіндегі. Сонымен жылдамдықтың айырымын уақыттың айырымына бөлсек үдеу шығады. Мысалы қараңдар. Мысалы белгілі бір дене бастапқыда 10 метр секундпен қозғалсын. Белгілі бір 3 секунд аралықта ол 18 метр секундқа артты. Яғни жылдамдығы осыған артты. Енді саған айтады, үдеу тап дейді. Үдеуді қалай табамыз? Үдеу дегеніміз не? Үдеу дегеніміз дельта в бөлінген дельта т. Егер т бізді біреу ақ берілсе, онда 3-тің өзін жазамыз. Ал дельта в-ның орнына мына екеуінің айырымын жазамыз. Дельта дегеніміз айырым. Егер 2 жылдамдық берілсе, онда екеуін азайтамыз. Егер бір ғана жылдамдық берілсе, сол жылдамдықтың өзін қоямыз. Сонда 18 азайту 10. Так, мен бөлінбейтін сан болып бөлінуі жарайды қой. 8 бөлінген 3 немесе 2-де 67 болады. Метр секунд квадрат. Түсініп қой, формуланың қолданылуы. Енді бұл оңай формулалар болғандықтан мен бірден өтіп кетіп жатырмын. Енді келесі үдеудің екінші бір ережесі бар, ол қандай? Жылдамдықтан алынған бірінші рет туынды. Сонда біз жылдамдықтан туынды алсақ, не шығады екен? Үдеу шығады екен. Бүйтіп қоя салайын. Үдеу тең жылдамдықтан туынды алғанға. Сонда қараңдар, негізінде жылдамдық табу үшін не істейміз? Былай істейікші. Жолдан туынды алсам, жылдамдық шығады. Ал жылдамдықтан туынды алсам, үдеу шығады екен. Сонда мен, егер маған S берілсе, мен 2 рет туынды алсам, үдеу шығады екен сонда. Міне, осы формуланы жаттап алайық. Себебі неге? Себебі қараңдар, S-тен туынды алсақ, жылдамдық шығады, ал жылдамдықтан туынды алсақ, үдеу шығады. Сонда мен S-тен 2 рет туынды алып тұрмын деген сөз. S-тен 2 рет туынды алсаң үдеу, ал жылдамдықтан 1 рет туынды алсақ үдеу. Мынау бірінші ретті деген сол. Жылдамдықтан бірінші рет, яғни 1 рет туынды алсақ үдеу шығады. Ал жолдан екінші ретте туынды болады, яғни 2 рет туынды алсақ үдеу шығады. Мысал көрейік. Мысалы S минус 10 плюс 20t плюс 2t квадрат болсын. Табу керек маған үдеу. Егер мынадан S-тің теңдеуінен бір ғана туынды алсам, ол жылдамдық болып қалады. Сол үшін мен 2 туынды алуым керек. Үдеу тең минус 10 плюс 20t плюс 2t квадрат. Туынды. Так, 1 рет туынды алайық. Минус 10-дікі 0 болып кетеді. Мынауымыз 20 болады, мынауымыз 4t болады. Біз 1 рет туынды алдық. Енді тағы 1 рет туынды алу керек. 20-дан сан болады 0. 4-ті бізде 4 болады. Сонда 4 метр секунд квадрат екен. Түсінді қой, сонда 2 рет туынды алып тұрмыз бұл жерде. Жауабы 4 екен. Сонда жолдан 2 рет туынды алсақ үдеу, 1 рет туынды алсақ жылдамдық. Ал жылдамдықтың теңдеуін тап десе, міне тұр. Мынау жылдамдықтың теңдеуі. Себебі 1 рет туынды алдық. Ал тағы да туынды алсақ, ол үдеу болып кетеді екен. Сонымен келесі орташа жылдамдық. Так, мен жазылып жатыр ма, көрейін дұрыстап. Анық жазылып жатыр ма? Так, дұрыс мына жер. Ал жалғастырайық онда. Так, мынау басынан басталып кетті ғой. Ал орташа жылдамдық. Орташа жылдамдықтың 4 жағдайы бар. Сол 4 жағдайын қарастырамыз, сосын ерекше есептері бастаймыз. Бірінші, орташа жылдамдықтың өзінің формасы қандай? Өзінің формасы мынандай. В орташа тең S1 плюс S2 плюс S3 кете береді, яғни жолдар астына
Т1 плюс Т2 плюс Т3 плюс кете береді. Жалпы орташа жылдамдықтың өзі неге тең ол? Не ол негізінде орташа жылдамдық деп сұрап отырсаңыздар мынандай болады. Мысалы А нүктесінен мынау S1 10 метрді 2 секундта жүрсін. Келесі бір 10 метрді 5 секундта жүрсін. Келесі бір 10 метрді 10 секундта жүрсін. Сонда әрбір бөлікте жылдамдықтары әртүрлі. Дұрыс па? Мысалы бірінші бөлікте қаншаға тең жылдамдығы? 10-ды 2-ге бөлсек, бірінші бөлікте V1 бізде 5-ге тең, екінші бөлікте V2 дегеніміз 2-ге тең, үшінші бөлікте V3 дегеніміз болды 1-ге тең. Сонда басында 5 метр секунд жылдамдықпен жүрді, кейін 2 метр секунд жылдамдықпен жүрді, кейін 1 метр секунд жылдамдықпен жүрді. Сонда әр бөлікте әртүрлі жылдамдық. Енді бізге керек полный жолдағы, яғни толық жолдағы орташа жылдамдық керек. Енді оны табу үшін мен формуласын жазып қойдым. Жалпы S-тер, яғни бүкіл S-терді қосамыз бүкіл уақытқа. Бұл орташа жылдамдықтың формуласы. Енді бұған есеп қарастырмай қойық, себебі оңай ғой. Бүкіл жол қосып шығамыз, бүкіл уақыт қосып шығамыз, бір-біріне бөлеміз. Біз ерекше жағдайларын қарайық. Бірінші жағдай. Есеп шартында жол бөлігі туралы айтылса. Есеп шартында жол бөлігі туралы айтылса. Ол қалай? Қазір мен нәрсені қосып қояйын. Мысалы қараңдар. Жол бөлігі туралы айтылса. Жол бөлігі дегеніміз мынандай. Жолаушы жолдың 3/5 бөлігі, 5/3 бөлігі. Мына бізде бөлшек. Яғни 5/3 деген мынандай нәрсе. Яғни жолаушы жолдың 5/3 бөлігін қандай жылдамдықпен жүреді деді? V1 жылдамдықпен. Ал қалған бөлігі қанша болады сонда? Яғни бүкіл жолды біз 1 деп алсақ, 5/3-тің қалған бөлігі 5/2 болады. Дұрыс па? Мысалы 5 нәрсе болды, 5 бөлік, соның 5/3-і бірінші бөлік, ал қалған бөлігі 5/2 болады. Түсінікті ғой? Сонда біз бұндай есепті шығару үшін былай жазуымыз керек ең бірінші. Бізде жолдың бөлігі деп тұр. Сонда біз 5/3 S, яғни жолдың 5/3 бөлігі қандай жылдамдықпен жүрді? V1 жылдамдықпен жүрді. Ал қалған бөлігі 5/2 S, ол қандай жылдамдықпен жүрді? V2 жылдамдықпен жүрді. Яғни осы пропорция сияқты өйстіп жазып аламыз. Бірақ пропорциямен шығармаймыз. Басқа жолмен шығарамыз. Осылай берілген жазып аламыз. Яғни 5/3 S жолдың 5/3 бөлігі V1, жолдың 5/2 бөлігі V2 мен жүрді. Енді орташа жылдамдық формуласын қалай табамыз? Ол былай табамыз. V орташа тең бөлшек сызамыз. Қазір осы тәсілді нақты жаттап алыңыздар. Бөлшек сызамыз. Қаңқасын тұрғызамыз. Формуланың қаңқасы, яғни сүйегін тұрғызамыз. Бұл формула жолдың бөлігі десе былай жазылады. Үстіне V1 көбейтілген V2, астына V1 плюс V2 болады. Осылай жазып аламыз. Жаттап алайық. Көбейту үстінде, астында қосу. Енді қараңдар. Мына сандарды қойып шығу керек енді. Екеуінде де астында 5 тұр. Сол 5-ті алып, үстіне көбейту жазамыз. Түсінік қой, екеуінде де 5 тұр. Сондықтан да біз біреуін алып, үстіне көбейту жазамыз. Ал мына 3-ті V2-нің алдына, ал мына 2-ні V1-дің алдына көбейту жазамыз. Сонда мына астына V1-дің алдына біз 2-ні жазамыз. Ал V2-нің алдына мына 3-ті жазамыз. Яғни X сияқты жүргіземіз ғой. 3-ті V2-нің алдына, 2-ні V1-дің алдына жазамыз. Ал 5-ті үстіне көбейту жазамыз. Міне, нақты ереже осы. Осылай формуланы анықтап аламыз. Сөйтіп осы формулаға V1-дің орнына 60-ты қоямыз, V2-нің алдына 40-ты қоямыз. Енді сандарды өздеріңіз қойып шығарсаңыздар болады. 5 көбейтілген 60, көбейтілген 40, астында 2 көбейтілген 60, плюс 3 көбейтілген 40. Арғарай мен шығармаймын. Арғарай өздеріңіз шығара аласыздар. Мысалы, мынандай болсын. Жолдың 7/3 бөлігі болсын. Жолдың 7/3 бөлігі V1 жылдамдықпен, ал 7/4 бөлігі
S ол V2 жылдамдықтың болсын. Ал енді көрейік. Осыдан орташа жылдамдықты тауып көрейік. V word тең не істейміз? Бірінші бөлшек жазамыз. Үстіне V1 көбейтілген V2 деп жазамыз. Астына V1 плюс V2 деп жазамыз. Міне қаңқасын тұрғыздық. Енді сандарды орналастырайық. Астында екеуінде де 7 бар. Сондықтан 1 7-ні көбейтіп жазамыз. 2 7-ні көбейтіп жазамыз. Бір ғана 7-ні көбейтіп жазамыз. 3 V2-ның алдына жазылады. Ал 4 V1-дің алдына жазылады. Міне осылайша жолдың бөлігі туралы деп айтса, осылай құрастырамыз. Түсіндіңіздер ғой? Үй жұмысында осындай есептер өте көп болады. Сондықтан да сабақты қайта-қайта көріп, яғни дәптерге, конспектке жазып отырыңыздар. Мысалы, мен мына жазбай кеткен сөздерімді өздеріңіз жазып алсаңыздар болады. Ең бірінші деп өзіңіз сөзбен жазып алсаңыз болады. Түсінікті болу үшін. Яғни өзіңізге түсініктірек қылып жазсаңыз болады конспектіні. Осы жолдың бөлігі туралы енді есептен кейін бізде уақыттың бөлігі туралы есеп болады. Ол кезде де тура осындай тәсіл бар, бірақ сәл басқаша. Сол үшін онымен шатаспас үшін мынаны дұрыстап түсініп алыңыздар. Келесі. Енді уақыт бөлігі айтылса. Уақыт бөлігі айтылса. Енді оны да былай жазамыз. Бұл жерде есептер не деген? Бұл жерде бүкіл уақыттың дейді, яғни уақыттың ширегі дейді. Ширек деген қанша? Ширек дегеніміз бізде 4/1. Жаттап алайық. Ширек дегеніміз ол 4/1. Ширек ғасыр дегеніміз ол 100-дің 4/1. Сонда 25. Ал 4/1-ден кейін қалғаны қанша болады? 4/3 болады. Сонда былай жазамыз. Берілгеннен 4/1 Т, яғни уақыттың 4/1 бөлігі V1 жылдамдықпен жүреді. Ал 4/3 бөлігін уақыттың V2 жылдамдықпен жүреді. Сонда формуланы былай табамыз. V word деп жазамыз. Қаңқасын тұрғызып аламыз бұның да. Бұның қаңқасы сәл басқаша болады. Астында ештеңе болмайды. Үстінде V1 плюс V2 болады. Қаңқасы осы. Енді сандарды орналастырайық. Екеуінде де 4 бар. 4-ті астына жазамыз. 1 4-ті астына жазамыз. Ал мына үстіндегі 1-ді V1-дің алдына, ал 3-ті V2-ның алдына жазамыз. Яғни X жасамаймыз, тек прямой қойып кетеміз. Сонда 1-ді V1-ге бөлсек V1-дің өзі, ал 3-ті V2-ге бөлсек 3 болады. Түсініп қой, формула осылай қолданылады. Мысалы басқаша болсын. Мысалы 7-ден 3. 7-ден 3 Т ол бізде V1 болсын. 7-ден 4 Т бізде V2 болсын. Сонда V орташаны табу үшін бізде бөлшек жазамыз. V1 плюс V2. Астына екеуінде де бар 7-ні қоямыз. Ал үстіне 3-ті V1-ге көбейтеміз, 4-ті V2-ге көбейтеміз. Түсініп қой, нақты ережесін. Сонда жолдыкінен сәл айырмашылық бар екен. Қаңқасында айырмашылық бар, и сандарды орналастырғанда да айырмашылықтар бар. Ары қарай мынаны былай шығарып жалғастырып кетсеңіздер болады. Сонда V1-дің орнына 60 қоясың. 3 көбейтілген 30 бөлінген 4. 37-де 5 шығады. Сонымен үйде бұдан есептерді өте көп шығаруымыз керек. Түсініп қой. Келесі. Үшінші жағдай. Есеп теңдеумен берілсе не істейміз? Теңдеумен берілген жағдайда орташа жылдамдық былай табылады. V орташа тең V орташа S-тен басталмайды. V орташа тең V1 қосу V2 бөлінген 2. Міне осымен қолданыламыз. Бірақ ағай, V1 мен V2 қақтан табамыз деп сұрақ қойсаңдар, онда мен бұлай жауап берейін. Бұл жерде V1 мен V2-ні жылдамдықтың теңдеуіне уақытты қойып шығарамыз. Бірақ бізде жылдамдықтың теңдеуі жоқ. Қараңдар, егер жылдамдықтың теңдеуі болса, бірден шығарып кетуге болады. Ал жылдамдық теңдеуі жоқ болса, онда жылдамдықтың теңдеуін шығарып аламыз. Сонда бізде ненің теңдеуі берілген? Жолдың теңдеуі берілген. Біз жылдамдықты шығарып алу үшін істейміз, туымызды аламыз. Минус 20 плюс 5t плюс 2t квадрат. Туымды аламыз. Сонда 5 плюс 4t қалады. Болды. Жылдамдықтың теңдеуі міне. Енді осы жылдамдықтың теңдеуіне уақыттарды қоямыз.
бізде Т1 қаншаға тең, Т2 қаншаға тең. Сендерге бір подсказка айтайын. Между нами девушками ешкімге айтпаймыз. Бұл бір құпия болсын. Егер есепте 2 уақыт берілсе, мысалы 2 секунд пен 3 секундтың арасы десе, онда Т1 бізде 2 секунд, Т2 бізде 3 секунд болады. Ал егер есепте бір ғана уақыт берілсе, яғни мынау сияқты қозғалыс басталғаннан 3 секунд ішінде десе, онда Т1 бізде 0 болады. Т2 бізде 3 секунд болады. Неге? Себебі қозғалыс басталған кезде уақыт қаншаға тең? Уақыт 0-ге тең. Дұрыс па? Сонда қозғалыс басталғаннан десе, Т1 бізде 0-ге тең, Т2 3-ге тең. Сөйтіп, V1, V2-ні табамыз. V1 дегеніміз бізде мынаны орнына қоямыз ғой. 5 плюс 4 көбейтілген 0, 4 көбейтілген 0, сонда 5 болады. Ал V2 дегеніміз бізде қаншаға тең? 5 плюс 4 көбейтілген 3, сонда 17. Орнына қойсақ, V ортасын табу үшін 5 плюс 17 бөлінген 2, сонда 11 болады. Сонда қараңдар, V ортасын қалай табамыз? V ортасын табу үшін бізге V1, V2 керек екен. Ал V1, V2-ні біз Т-ның орнына қойдық. V1-ді табу үшін Т1-ді қоямыз, ол бізде 0-ге тең. V2-ні табу үшін Т2-ні қоямыз. Бірақ неге қоямыз? Жылдамдықтың теңдеуіне қоямыз. Түсіндік қой? Егер жылдамдықтың теңдеуі прямой берілетін болса, онда бірден қоя беруге болады. Бірақ бізде жылдамдықтың теңдеуі емес, қозғалыс теңдеуі берілген екен. Сондықтан да біз қозғалыстан бірінші жылдамдықты тауып алдық. Сосын барып орнына Т-ларды қойдық. Сөйтіп барып V1, V2-ні тауып алдық. Түсіндік қой? Неге бұлай ұзақ болып кетті? Себебі ұбт-да осылай келеді. Яғни бірінен кейін бірін таба бересің. Түсіндік қой? Т-ны прямой мынандағы қоймаңыздар. Бірінші қозғалыстың түріне қарап алайық. Бұл X. Бірінші жылдамдықтың теңдеуін тауып алайық. Сосын барып қоюға болады. Түсіндік қой? Енді келесі 4-ші жағдайды көрсетейін. Сонымен жылдамдық тақырыбы бітеді. Ал жылдамдық тақырыбының ерекше есептерін мен келесі сабақ өтемін. Жылдамдық тақырыбының ерекше есептерін келесі сабақ өтеміз. 5 нәрсе бар екен ерекше есептерде. Себебі бәрін бірден өте беретін болсам, менде есептер өте көп. Сіздер ауыртпашылық болып кетеді, яғни үлгере алмай қаласыздар. Сонымен есеп графикпен берілген жағдайда қандай болады? Есеп графикпен берілген жағдайда қандай болады? Енді мына жақтан мен 2 мысал қарастырамын. Неге 2 мысал? Себебі график 2 жағдайда беріледі. Графикпен есеп шығарған кезде сендер ең басты бір жеріне қарау керексіңдер, ол графиктің пешенесіне. Яғни пешенесіне қарап тұрып сендер есепті дұрыс шығара аласыңдар. Қазір мен пешенесі қай жерде екенін айтамын. Пешене деген не? Тағдыр. Яғни графиктің тағдырына қарайсыңдар. Не деп жазылып тұр екенін көреміз қазір. Секунд. Мысалы мына график тағы бір график болсын. Қисық болып жатыр ғой. Енді сендер клеткаға әдемі қылып саларсыңдар. Сендер или сіздер. Так. Ойбай. Енді бұл 2 графикте де X өтілдері Т тұрады бізде, яғни уақыт. Қазір 1 минут. Сымдар оралып кетті ғой. Сонымен екеуінде де Т тұрады. Енді мынаның пешенесі деген шекесінде, яғни бұның пешенесінде X тұрсын, мынаның пешенесінде V тұрсын. Пешене деген осы жер. Қараймыз. X тұрса, онда оның тәсілі басқаша. Мына жаққа мен жазамын қазір. Ал V тұрса, оның тәсілі басқаша болады. Түсіндік қой? Сонда пешенесіне бірінші қарайсың графикке. X тұрген, осылай екен ғой деп бірінші жағдай қарайсың. Мысалы, белгілі бір график берілсін, мен кітаптан қарайын. Мысалы, бір графикті алайық, мысалға. Так. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Графиктер деген тақырыпты алда өтеміз әлі. Ондай тақырып бар бөлек. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Так, тым суретші емеспін, бірақ ұқсатып салуға тырысамын. Так, бізде мынау 4-те мынау 4 пен 10 қиылысады. Сіздер де бірге салып отырыңыздар, себебі уақыт көп кетеді график салуға. 8-де 6. Міне. Қисық болып жатыр ғой менің нелерім. Қисық емес негізінде түзу. Міне осындай график беріледі. Енді шекесінде x тұрса, онда былай болады. В орташа бізде тауып жатқанымыз В орташа ғой. В орташаны былай табамыз. Егер шекесінде x тұрса, x2 азайту x1, t2 азайту t1 болады. Енді бізде мынандай сұрақ бар. x2 қайсысы, x1 қайсысы, t2 қайсысы, t1 қайсысы. Біз былай жазамыз. Былай жазылайық. x2 тең, t2 тең, x1 тең, t1 тең. Қараңдар, x2 мен t2 бұл бір нүктеде жатады. x1 мен t1 бір нүктеде жатады. 2 дегеніміз ол соңғы графиктің соңғы нүктесі, яғни мынау екінші нүкте, ал бастапқы нүктесі қайда басылады? Мына жақта басылады. Сонда біз қараңдар, x1 десе бірінші нүктесіне қараймыз. Міне, мына нүктеге қараймыз. А нүктесі деп қойыңызшы. Оның x-і қаншаға тең? Осы нүктенің x-і 2-ге тең. Себебі x координатасына қараймыз. 2-де тұр. Ал t-сы 0-ге тең. Себебі 0-ге. Яғни координатасына қараймыз деген сөз ғой. Міне, бірінші нүкте. Ал енді екінші нүктені көрейік. X-ы бізде 8-ге тең, ал t-сы 6-ға тең. Осылай координатамен тауып аламыз. Яғни мына ортасы деген жоқ. x1 t1 дегеніміз бұл бірінші нүкте, яғни график басылған нүкте, ал x2 t2-ден график біткен нүкте. Сонымен орташасын тапсақ, 8 азайту 2, x2 азайту x1 ғой, оны формула салатын, 6 азайту 0. Сонда бізде 1 деген жауап шығады. Түсіндік қой? Бұл шекесінде x тұрған жағдайда. Ал енді шекесінде v тұрған жағдайда қандай болады? Ол кезде мен қазір график саламын. Мысалы, мынау 0, 5, 10, 15, 20, 25 болсын. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 ал. Так, мынау 3-тен 20-ға дейін. Так, мынау вот, осындай график берілсін. Мынау график негізінде. Қатты бояп қойыңызшы. Мынау және мынау. Бұл жерде бұндай шекесінде v тұрса, онда формула мынандай болады. В орташа тең s бөлінген t. T дегеніміз бұл жерде бүкіл уақыт, яғни 0-ден 5-ке дейін қанша уақыт бар? 5 секунд бар. Яғни бізде t қаншаға тең? 5-ке тең. Бұл оңай. Ал енді s неге тең? S бізде шығарудың екі жолы бар. S-ті шығарудың екі жолы бар. Біреуі аудан табу арқылы, екіншісі физикалық жол. Мен екі жолында қарастырайын. Қараңдар, мынау v, егер графиктің мынандай координата болсын, графиктің мына жерінде t, мына жерінде v тұрса, онда саған s тап десе, онда графиктің астындағы ауданды тапсаң жеткілікті. Сонда мына жерде v тұрса, мына жерде t тұрса, саған s тап десе, ол s графиктің астындағы ауданға тең. Сонда сен мына ауданды тапсаң жеткілікті. Мынаның бәрінің ауданын тапсаң. Мен сылып шығайын, мына ауданның бәрін тапсаң. Бұл геометриялық жол. Яғни мынау бірінші бөлік ол трапеция, екінші бөлікте трапеция. Трапецияның бөліктерін табуға болады. Екіге бөліп, мына мысалы былайынан бөліп қойып, мына тікбұрыш бұрыш, мына бөлігі 15-ке тең, мына бөлігі 3-ке тең, көбейтесің, солай аудан табу арқылы. Ол енді аудан табу арқылы өздеріңіз қарастырып аласыздар. Или болмаса мен бір көрсетейін. Мен
мен қазір ауданмен табу арқылы көрсетейін бір рет. Мысалы қараңдар, мына жерде мен S1, так, мен басқамен көрсетейін. Мына жерде мен S1 деп аламын. Мына жер S2 болсын. Мына төртбұрыш. Так, мынаны да бөліп қояйын мен. Мына жер S3 болсын. Мына жер S4 болсын. Үлкен төртбұрыш. Сонда мен 4 бөлікке бөлдім. Бұл жерде S1 қаншаға тең? S1 тең. Так, мына бөлігі тікбұрышқа ұқсайды ғой, мына бөлігі 3-ке тең. Мына бөлігі 20 мен 5-тің арасы 15-ке тең. Бөлеміз 2-ке. Бізде қанша болады? 45 болады. 45-ке бөлсек 22-де 5. Сонымен келесі S2-ні табайық. S2 бізде 4 бұрыш. S2 мына жері бізде 5-ке тең. Мына бөлігі бізде 3-ке тең. Сонда 3-ті 5-ке көбейтеміз. S2 бізде 3-ті 5-ке көбейтеміз. Рушка дұрыс жазылмайды. 3-ті 5-ке көбейтеміз 15. Ал енді S3 бізде тікбұрыш. Мына жағы бізде 5-ке тең, себебі 20 мен 25-ің арасы. Ал мына жағы бізде қаншаға тең? 2-ке тең. Сонда тапсақ S3 тең. Так. Не жазылмайды ма? 2 көбейтілген 5 бөлінген 2. Мына 5 қой. Тікбұрыштың ауданын табу үшін катеттерін көбейтіп 2-ге бөлеміз. Тең, сонда мынау да 5. Ал енді S4 бізде 4 бұрыш. Мына ені бізде 2-ке тең, мына ені 20-ға тең. Сонда көбейтсек 2-ні 20-ға 2 көбейтілген 20 тең 40 болады. И бүкіл ауданды бір-біріне қоссақ, бізде жол шығады. Сонда бізге бәрін қоссақ 72-де 5 па қанша? 82-де 5. 82-де 5. Жалпы ауданы 82-де 5. Сонда қарап отырсаңдар, трапецияның ауданында керек емес екен. Біз 4 бұрыш, 3 бұрыш, 4 бұрыш, 3 бұрыш деп бөліп алсақ болады. Яғни бұл геометриялық жолы. Мен бүйтіп қойайын. Енді мен физикалық жолын қарастырамын. Мына 4 бұрыштың ішіне физикалық жолын қарастырайын. Физикада мынандай формула бар. S тең V1 плюс V2 жазылмайды. Бөлінген 2 көбейтілген, яғни 2 жыламызды қосып 2-ге бөлеміз. T2 азайту T1 болды. Бұлау кез келген ауданды табуға арналған формула, физикалық формула. Бірақ бізде қараңдар, ауданды біз 2-ге бөліп қараймыз. Мен арқылы өшірейін сызбаларды. Бізде қараңдар 2 бөлік бар. Біреуі уақытқа қарағанда қараңдар. Біреуі 2-ден 3-ке дейінгі уақыт. Яғни мына бөлік. Ал екіншісі мына бөлік. Біз екеуін 2 бөлік қылып аламыз. Яғни 2 кесіндіні 2 түрлі қылып шығарамыз. Себебі бірдей қылып шығаруға болмайды. Бірінші S1 шығаруға боламыз. S1 тең. V1 неге тең? S1-дің қараңдар, мына кесіндінің бірінші нүктесіне қараймыз 1 дегенге. Бұл 5-ке тең. Енді V2 соңғы нүктесіне қараймыз. Бұл 20-ға тең. Тура мынадағыдай ғой. 2 десе соңғы нүктесіне қарайсың, 1 десе бірінші нүктесіне қарайсың. Бірінші кесіндіге ғана тек қана. Мына жерде бүкіл кесіндіні салыстырғанда, ал мына жерде бір кесіндіден салыстырамыз. Бөлеміз 2-ге. Енді T2 дегеніміз қайсысы? Бірінші кесіндінің T2-сі бізде 3-ке тең. Ал T1-і 0-ге тең. Сонда 20-ға 5 қоссақ 2-ге бөлсек 12 жарым. 12 жарымды 3-ке көбейтсек 37-де 5. 37-де 5. Так, мына ручка жаза беріп бұзылып қалған сияқты. Так, енді S2-ні көрейік. S2 тең. S2 бізде қараңдар, екінші кесіндіге қараймыз. V1 бізде екінші кесіндінің бірінші нүктесі. V1 20-ға тең. Ал екінші нүктесі қайсысы? Міне,
соңғы нүктесі ол 25-ке тең. Бөлеміз 2-ке. Енді Т2 бізде қаншаға тең? Соңғы нүктесі 5-ке тең, ал Т1 3-ке тең. 5-тен 3 алсақ қанша? 2. 2 мен 2 қысқарады, 45 қалады. 45. Егерде екеуін қоссақ, мына екеуін, сонда жалпы S шығады, ол 82-де 5. 82-де 5. Қараңдар, біз ауданмен шығарған кезде де 82-де 5 шыққан. 82-де 5 шыққан. Физикалық жолмен тапсақ та 82-де 5 шықты. Көрдік қой? Сонда кімге қандай жол ыңғайлы, сол жолмен шығарсаңдар болады. Негізі мына жол ыңғайлы деп ойлаймын. Себебі бір ғана формула, мына формула. Осы формула. Бірақ әрбір бөлікке жеке-жеке. Түсіндік қой? Сонда біз S-ті осылай тауып аламыз, сосын барып орнына қоямыз. Сонда V орташа, так, мына жақта сөйлеп бар ғой. Мен қарасам, V орташа тең, так, сонда 82-де 5-ті 5-ке бөлеміз қанша болады? 16-да 5 болады. 16-да 5. Сонда қараңдар, V орташаны табу үшін X болса үстінде мына формула, X2, X1, T2, T1. Оны қалай табудың жолын көрсеттім. Ал енді қараңдар. Ал шекесінде, пешенесінде V тұрса, онда V орташаны S бөлу T деп табамыз. T деген табу болмай, ал S-ті табудың екі тәсілі бар екен. Бір тәсілі геометриялық тәсіл, яғни мынаның астында аудан тапсаң, онда ол табылады S. Немесе физикалық жол, мынау универсал формула. Бірақ оны әрбір бөлікке жеке-жеке қарастырамыз. Егер 3 бөлік болса, S1, S2, S2, S3 жеке-жеке қарастырамыз. Солай, мына формулаға салып. Егер аудан тапқыларын келсе, S тапқыларын келсе. Түсінікті ғой? Так, төртінші жағдай графикпен берілген есеп, болса қиындау болуы мүмкін сендерге. Сонымен бір қайталап шығайын осы графикпен берілген есепті. Мысалы, мына формула бұл X тұрған кезде. Ал мына формула бұл V тұрған кездегісі, пешенесінде. Бірақ негізінде екеуі де график. X1, X2, T1, T2-ні табуды ол түсінікті. Бұл жерде S ауданымен табасын. Яғни жеке-жеке бөліктерге бөліп астындағы, осы графиктің астындағы ауданды табасын. Ал немесе жолды табудың басқа жолы бар, ол V1 плюс V2 бөлген 2, T2 минус T1. Бірақ оны әрбір бөлікке шығарасын. Бұл жерде екі бөлік, яғни екі кесінді болғандықтан, екі рет шығарып, бір-біріне қосамыз, жалпысын табамыз. Сонда бұл S-ті береді. Сөйтіп, осы екі жол арқылы S тауып, Т-ға бөлсек, орташа жылдамдық шығар екен. Сонымен, келесі ерекше есептер, олар келесі сабақта өтіледі. Сонымен, бүгінгі сабақ аяқталды. Бұл екінші сабақтың екіншісі.